Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Бекзат каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге алма мен шиеден жасалатын компотты әзірлейтін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен осылай барлық банкіні крышкасын буға қайнатып аламыз. Одан кейін барлық жемістерді теңдей етіп бөліп, одан кейін мен компот жапқанда шай қасықтың көмегімен осылай лимон қышқылын қосатын боламын. Одан кейін 3 литр банкіге 300 грамм қант қосамын. Мен жылда осы әдіспен жасаймын. Одан кейін осы банкілерге қайнап тұрған суды, яғни құйып, үстіне бірден закрывашканың көмегімен жауып тастап жүрмін. Сондықтан сіздер де осы әдіспен жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Ең оңай компот жабудың әдісі, сондықтан осылай жасауға болады. Оны қайтадан құйып, ыдысқа қайтадан газға қайнатып жүрудің еш қажеті жоқ. Сондықтан осы әдіспен жасап көріңіздер. Мен жылда жасап осылай банкіні сақтап жүрмін. Негізі өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жемістерді әртүрлі жемістермен жаба беруге болады. Қолда қандай жеміс бар, сонымен компотты жаба беруге болады. Өте керемет шығады. Неге барлық банкіні осылай қатты толтырып жабамын. Менің рецептім сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Сіздерге жауап беретін боламын. Және де банкіні жапқаннан кейін ауызын тексеріп, крышкасын, одан кейін тағы да екінші қайтара бұрап шықсаңыздар болады. Мінекей осылайша барлық банкіні ауа кетіп қалмайтындай етіп жақсылап жабуымыз керек. Сондықтан біздің банкіміз қысқа әдемі сақталатын болады. Мінекей осылайша тексереміз. Және де барлық банкіні осылайша төңкеріп, бетін жылы плитпен бір күнге қойып қоямыз. Мінекей осымен біздің компотымыз дайын болды. Менің компот жабу рецептім ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сау болыңыздар.